Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен банан қосылған пирог дайындаймыз. Өте жұмсақ, нәзік және дәмді болып піседі. Ол үшін бізге керекті зат бір банан, жақсылап шанышқымен езіп аламыз. Кейін бір жұмыртқа қосып жақсылап араластырамыз. Сосын артынан қант саламыз, бір кесе. Және де 6 ас қасық күнбағыс майын құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және де ұнымызды қосамыз. Бұл жерде мен корица қостым, қопсытқыш және де ас содасын барлығын біріктіріп, осылай ақырындап електен өткіземіз. Одан кейін жаңғақ пен шоколад қосамыз. Кейін кез келген бір силиконды немесе кез келген формамызға салып, 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылып кетіңіздер. Өте дәмді болып піседі. Міне кесіп сіздерге көрсетейін. Жаңғақ пен шоколад қосаңыз тіпті тәтті болып піседі. Қош сау болыңыздар.